Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жас отбасымыз. Негізінде жас отбасыларда махаббаттың ыстық суығы басылмай, бір-біріне мейіріммен қарап, ұрыс-керіс аз болады деп жатады ғой. Мен де тұрмысқа шыққанда солай ойладым. Бір-бірімізбен сүйіп қосылған соң, біздің махаббатымыз өле-өлгенше өшпейді деп сенімді болғанмын. Бұл біздің махаббатымыз сөніп қалды деген сөзім емес, бірақ отбасылық өмірде барлығы да басқаша болады екен. Тұрмыс тіршілік өз тұңғиығына тартып кеткен кезде алып ұшқан махаббат ыстық сезімдердің орнына жанталас тіршілікке басымен кіріп кету басталатын сияқты. Бізде де солай болды. Үйленгенімізге 1 жыл толмай жатып-ақ мінездеріміздің жасырын жатқан тұстарын аша бастаған сияқтымыз. Бәлкім шын ғашық болған жандар бір-бірінің кемшіліктерін көрмейді деген сөз де рас шығар. Біз үйленгенге дейін бір-біріміздің кемшіліктерімізді көрмедік. Үйленгеннен кейін бір-бірімізге таң қалумен жүрдік. Бұрын мұндай әдетің жоқ еді ғой. Қайдан, қашан пайда болған деп аң-таң болсам, ол да маған көңілі толмай, үнемі ескертулер айтып жүрді. Бастапқыда енем айтқызып жүрген шығар, ол менің барлық мінез-құлқымды біледі ғой деп ойладым. Барлығын көріп, біліп маған үйленген жоқ па деген ойлар маза бермейтін болды. Қай жерде дұрыс жасамадым, оған менен не ұнамай жүр деген сұрақтарды өзіне қойып нақты жауап ала алмадым. Сосын менің де ызам келетін болды. Ол маған қалай ұрысса, дәл солай өзіне қайтарамын. Бұл дұрыс па, бұрыс па білмеймін, бірақ менің жеке шекарама өтіп, ар-намысыма тиетін ауыр сөздеріне шыдап тұра алмайтын болдым. Басында жылап қалатынмын, бірақ ол менің көз жасымнан қорықпайды, жаны да ашымайды. Соншалықты қатыгез адам емес сияқты еді. Енді не болып қалды екен? Болмашы нәрсеге ұрсып қалсақ, енем ұлына қой деп айтпайды. Бірақ екеумізге ақылын айтып, осылай әлден ұрсып жатсаңдар, ертең қалай отбасы болып кетесіңдер, сабырмен шешіп үйренсеңдерші деп айтады. Ал атам әрдайым мені қорғап, қолдап, ұлына ұрсып отырады. Жас келін болып өзге үйдің босағасын аттағанда адаптация болмай ма? Маған да осы отбасына бейімделуге, үйренісуге уақыт қажет екендігін ұғынған атам ғана болды. Әйтеуір мені қолдайтын, сөзімді сөйлейтін бір адамның, яғни атамның құрметі үшін ажырасып кетпей барынша отбасымды сақтап қалуға тырысып жүрген шығармын. Әйтпесе шыны керек, күнделікті ұсақ ұрыстардан шаршадым. Ұрысқанда енемен қайынсіңлі абысындарыммен емес, маған ең жақын сол адам деп осы үйге келгенде күйеуіммен келісе алмай қалу маған да біртүрлі. Содан мен іздене бастадым. Бұл адам менің өмірлік жарым болып қала ала ма? Нені өзгертуім керек, немесе күйеуімнен нені талап етуім керек? Осы сұрақтарға жауап іздеп психолог мамандардың парақшаларын зерттей бастадым. Олардан ақыл-кеңес сұрадым. Қорыта келгенде мен өз-өзіммен жұмыс жасауды бастап кеттім. Отбасылық өмірдегі тәжірибем көп болмаса да, ізденудің арқасында біраз нәрсені түсінгендей болдым. Сіздерге де қажет болып қалар. Өмірлік сабағыңыздың бір парағы ретінде сақтап алсаңыз болады. Ер адам сізге ұнамайтын қатынас көрсетсе, ұнамағанын барынша іспен білдіруіңіз керек. Сөзбен білдірудің қажеті жоқ. Ер адам ұрыс кезінде сөзге мән бермейді, эмоция және әрекетпен жеткіземіз. Қандай әрекетпен ер адамның жат қылығын тоқтатуға болады? Бейәдеп сөздер айтып боқтауға келетін болсақ, мен өзімнің нұсқамды айтайын. Біреуге бұл тәсіл ұнауы мүмкін, біреуге ұнамауы мүмкін, шешетін тек өзіңіз. Мен үшін ер адамнан боқтық сөз есту қалыпты нәрсе емес. 3 жыл өтсе де, 10 жыл өтсе де, ер мен әйелді арасында максималды түрде сыйластық болғанын қалаймын. Менің ата-анам отбасы болғанына биыл 30 жыл. Әлі күнге дейін анамның және әкемнің ұрыс кезінде бір-біріне кемсіту сөздер, боқтық сөздер айтқанын естімедім. Яғни өзіңе артық сөздер айтуға рұқсат беру қанша жыл бірге тұрғаныңа мүлдем қатысы жоқ. Дәл қазір өз тарапыма боқтық сөздер немесе көңілім көтере алмайтын сөздерді естісем, сол адамға мен бұндай сөздерді естуге лайықты емеспін. Сені қазір көргім кеп тұрған жоқ деп айтып, артық қырылмай, сөзбен ештеңені дәлелдемей жай ғана қатынасты уақытша үзер едім.
әрине боқтады деп ажыраса салмайсың, бірақ ер адамға міндетті түрде сізге бұл қатынас ұнамайтынын білдіру керек. Менің нұсқам көзден таса болу, себебі менің жарыма екі бөлек жүрудің өзі ауыр жаза. Кейбіріңіз үшін бұл нұсқаны қабылдау қиын болар. Себебі 5 баламды тастап қайда кетіп қалам дейсіз. Біреуіңіз мен кетіп қалсам күйеуім қуанады ғой деп те айтарсыз, ал біреуіңіз кетіп қала салсам күйеуім ұрып тастайды деуіңіз мүмкін. Бұл жерде сіздің бірінші қателігіңіз сондай қатынасқа үйреніп қалғаныңызда. Екінші қателігіңіз менің барар жерім, айтар сөзім, қорғайтын ешкімім жоқ деп ойлауыңызда. Ер адам әйелдің шекарасын тексерген соң, әйел ешқандай шара қолданбаса, еркек әйелдің өзін қорғай алмайтынын, ешқайда кете алмайтынын түсінеді. Осыны түсінген соң, Алладан қорықпайтын, тираниялық белгілері бар еркек болса, онда ұрысқан сайын әйелді толық басқару үшін оны қорқытатын болады. Кете алмайтынын біліп, кете бер, ажыраса алмайтынын біліп, ажырасайық деп қорқытады. Бұл сөздер әйел үшін өте ауыр және қорқынышты. Өзінің дәрежесін түсіріп алған, қорқып қалған әйел бұл сөздерден кейін барынша еріне мойынсұнып, жаман қатынасына көніп, өз көңіліне жайбарақат қарай бастайды, немесе өзін дұрыс емес қорғай бастайды. Осындай отбасылар елімізде өте көп. Мен ізденуімнің психолог мамандарымен жұмыс істеп, олардың ақыл-кеңестеріне жүгінгенімнің арқасында күйеуім екеуміздің қарым-қатынасымызды біртіндеп түзетуге жол салып келемін. Бірден бұл маған дөрекі қарым-қатынас жасайды деп тұра қашпай, алдымен бір сәт ойланып өзіңізге есеп беріп көріңізші. Неліктен осылай болып жатыр? Күйеуімнің осындай қарым-қатынас орнатуына мүмкіндікті өзім беріп қойған жоқпын ба деген сұрақтарға жауап іздеңіз. Жауабы айқын болып шыға келеді. Қалай болғанда да сау қарым-қатынас орнатып, балалардың жарқын болашағы үшін, бақытты балалық шағы үшін тату-тәтті отбасылардың қатарында болуға тырысыңыз.